Мен сұрағым қаржы министріне. Құрметті Мәди Төкешұлы, жалпы елімізде мұнай компанияларының шамамен 60-70% ғана ұлттық қорға табиғи және басқа ресурстарды пайдаланған үшін тікелей салық төлейді екен. Сонымен қатар 2024 жылы ұлттық қорға тікелей салық төлейтін компаниялардың саны 8,5 есеге, яғни 204-тен 24-ке қысқартылған. Бұл жоғары аудиторлық палатаның қорытындысында көрсетілген. Осыған байланысты ұлттық қорға 166 миллиард теңге түспеді. Бұл үкіметтің ұлттық қордан республикалық бюджетке қаражат бөлу рәсімдерін айналып өтудің жаңа тәсілін тапқанын көрсетеді. Осыған байланысты екі сұрағым бар. Бірінші, ұлттық ресурстарды пайдаланып отырған барлық компаниялар ұлттық қорға тікелей неге салық төлемейді? Осыны түсіндіріп берсеңіз. Екінші, ұлттық қорға салық төлейтін компаниялардың саны не себептен қысқартылды? Қаржы министрі Мәди Төкешев, жауап беріңіз осы сұраққа. Нұртас Сағаш, сұрағыңызға көп рахмет. Жалпы бізге бюджеттік кодексқа сәйкес ұлттық қорға мұнай саласындағы компаниялар салықтарын төлейді. Ол 2020 жылдан бастап сандары өсіп келе жатыр. 2020 жылы 155 компания болса, бүгінгі таңда 211 компания болды. Былтыр 204 компания болды. Жалпы 204 компанияның ішінде бізде 24 компания 97% салығын солар төлейді. Жалпы ұлғайып келе жатыр компаниялардың саны. Рахмет.